Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай Наполеон тортын пісіретін боламыз. Өте оңай, жеңіл рецептпен менімен бірге дайындап көріңіздер. Қамырын дайындау үшін қаймағымызға 2 жұмыртқамызды қосып, араластырып аламыз. Қаймақ пен жұмыртқа толық араласқанға дейін араластырамыз. Және де еленген ұнымызға қопсытқышымызды қосып, қамыр қопсытқышымызды қосып, бөлме температурасындағы ұнымызды салып, екеуін ұнмен жақсылап араластырып, крошка жасайтын боламыз. Енді осы ұнымызға жаңағы қаймағымыз бен жұмыртқамызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде плюс-минус 50 грамм қамыр ойнайды, өйткені жаңағы жұмыртқаларыңыздың категориясына байланысты және үлкен кішілігіне байланысты. Егер қатты жабысып жатқан болса, қолдарыңызға ұнды шамалап ұн қосуларыңызға болады. Қатты ғып, тығыз ғып, қатты қамыр илемейсіздер, осындай жабысқақ күйінде болады қамырларыңыз. Қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз 1-2 сағатқа. Одан кейін жұмыс жасауға ыңғайлы болған кезде қамырымызды алып, таразыға өлшеп, соны 7 бөлікке бөліп алатын боламыз. Міне дәл осы видеодағыдай бөліп, бетін салафанмен жауып қойып, пищевой пленкамен және де пергамент қағазына кішкене ұн сеуіп, осылай қамырымызды біртіндеп жайып алатын боламыз. 24 диаметрлік кольцомызды алып, осылай өлшеп аламыз. Наполеонның қамырын бірден кесіп алмайсыздар. Осылай өлшеп алғаннан кейін вилкамен кесіп, қызып тұрған пеште, 180 градустық пеште 5-6 минутқа пісіріп аласыздар. Егер бірден кесіп алатын болсаңыздар, қамырларыңыз жиырылып қалатын болады. Сол себепті де кеспей, пісіп шыққаннан кейін барып кесетін боламыз қамырымызды. Қамырымыз осылай сарғыш болып пісіп шықты. Енді пісіп шыққаннан кейін барып кольцомызбен кесіп алатын боламыз. Және шет-шетінде бір ыдысқа жинап қоямыз, бетін сәндеу үшін қажет болады. Енді кремін дайындайтын боламыз. Мінекей қаймағымызға сгущенкамызды қосып, және де сливкимізді қосып, үшеуін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Барлық қосылатын мөлшерлері, керек затымыздың мөлшерлері астында описаниеде жазып қоятын боламын. Мінекей миксермен жақсылап миксерлеп аламыз үшеуін. Егер көп уақыт тұратын болсаңыздар, қатты қою болып қалады. Сол себепті де бізге қатты қою керек емес. Сәл осындай қоймалжың күйінде креміміз жарайды. Креміміз дайын болды. Міне қамырларымызда барлығы пісіп шықты. Енді мынандай қалған артық қамырларын осылай қолмен езетін боламыз. Блендермен ессеңіздер, қатты майдаланып кетеді. Бізге қатты майданың керегі жоқ. Қолмен езіп аламыз. Енді ыдысымызға кольцомызды қойып, осы қамырларымызды жинап, тортымызды жинақтайтын боламыз. Және де біздің қамырымызды теріс жағынан жинаймыз. Сол кезде беті теп-тегіс болып тұрады. Андай тау сияқты қисық болып қалмайды. Керісінен жинасаңыздар. Мінекей қамырымыздың барлығын жинап шықтық. Енді тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып алғаннан кейін осылай шет-шетін пышақпен кесіп алып, кольцомызды алып, кольцоның шетіндегі кремдері немесе артылған кремдеріңізді шет-шетіне толықтай жағып шығып, бетіне жаңағы крошкамызды сеуіп сәндейтін боламыз.
менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Сіздерге осындай жеңіл әрі оңай рецепттермен бөлісуге дайынмын. Мінекей крошкаларымыздың бәрін толықтай бетін жауып, сеуіп шығатын боламыз. Тортымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ. Барлықтарыңызда жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.